Негізі бұл Республикалық қоғамдық бірлестіктің құрылтайшылары бұрынғы Қорғаныс министрлігі, Ішкі істер министрлігі, ұлттық қауіпсіздік комитетінің ардагерлерінен құрылды. Мен өзім 34 жыл погон кидім. Оның соңғы 22 жылы ұлттық қауіпсіздік комитеті Арыстан қызметінде қызмет жасадым. Теракты в разных частях света. Сол қызметтің басшысы болдым. Бірақ былтырғы 2019 жыл Қазақстанның тарихында енді өзгеріс әкелген жыл болды. Алғашқы президентіміз ауысып, одан кейін екінші президент келді. Әрине 30 жылда көптеген жақсы игілі істер істелді, но өкінішке қарай әлі бәрі толығымен орындалмаған. Президент сайлауы өтті, одан кейін біраз толқулар болды, шерулер болды. Соны ойланып толғанып өзіміздің ардагерлер жиналып, осы Қазақстанның келешегіне әлде осы жақсы өзгерістер енгізу үшін өзіміз жиналып, ақылдасып, осы ұйымды құруға шешім қабылдадық. Қазақстан патриоттар алға! 20 маусымда құралғаннан кейін, 2-3 күннен кейін Арыстағы жағдай болды. Ё-моё, ана үйге түсті! Нәзірге Сол барып, сол жаққа өзіміздің жинаған нәрселеріміз, азық-түлік, киім-кешек алғашқылардың бірі болып, сол өзіміздің көмегімізді көрсеттік. Қайтеді адресін анда бір қай жерге апарып көмектесудің адрестері тұрды? Бір жыл болды, қазір де сол әлі өтіп жатыр. 25 қарашадан бастап 10 желтоқсанға дейін 16 дней без насилия деген халықаралық акция бар. Былтырғы жылы осы акцияға қатысты біз Талдықорған қаласында халықаралық конференция өткіздік. Ол конференцияның негізгі ұйымдастырушы біздің Уран Республикалық қоғамдық бірлестігімен «Не молчи» деген Дина Смаилова. И нас совместно пригласила Дина Тансари помочь в некоторых проектах, касаемых защиты женщин от нападок агрессоров в ходе судебных процессов. Привлекли наших ветеранов, было несколько процессов, и после этого я как знаю, что такие нападки в отношении потерпевших прекратились, потому что это было вообще не по-мужски. Мы подставили свое мужское плечо слабым женщинам. Ответьте, пожалуйста, на вопрос, что за люди рядом с вами? Это, получается, люди с Уран КЗ. Осы жағдайда жаңағы зорлық-зомбылыққа тап болған әйел адамдарға тегін көмек көрсету жағдайлары жоқ. Осы сұрақты көтере келе біз Пробона деген сайт аштық. Сайтқа кіріп, өзінің кіруге де жеңілді, түсінікті өзінің шаралары бар. Шаралары сол жерге келіп, тегін жаңағы заңгерлер мен адвокаттардың көмегін алуға болады. Бұл жағынан да ол жұмыс жүріп жатыр. Школьники одного из столичных учебных заведений примерили на себя роль заложников. Сейчас, ввиду того, что мир не так спокоен, то есть, соответственно, эта угроза на данный момент, она имеет место быть. Стали проводить занятия в школах. Это я являюсь куратором направления, это начальная теоретическая подготовка. Наша основная задача, и моя как офицера спецподразделения в запаса, да, это была задача подготовить детей именно к принятию правильных решений в различных кризисных ситуациях. При появлении незнакомца, потому что проблема педофилии у нас, к нашему большому сожалению, имеет место в Казахстане. И детям было интересно. Когда мы переходили к моделированию различных ситуаций, они это воспринимали не просто как игру, а они воспринимали это серьезно. Мы хотели сделать, чтобы женщины были психологически устойчивые. Психологически устойчивы к возможной агрессии. А когда человек психологически устойчив, соответственно, он может принимать правильные решения и избежать таких моментов, которые могли бы нанести им ущерб какой-то. Соответственно, мы стали заниматься женской самообороной. Нашли тоже большое спасибо всем, кто нам помогает. Нашли тренеров, которые на бесплатной основе стали заниматься с женщинами, стали создавать группы по женской самообороне. А негізі бұл Қазақстанның әр өңіріндегі алыс ауылдарға барып жоспарымыз осы көктемде болатынбыз. Сәуір айынан бастап жолға шығамыз деп дайындалғанбыз. Осы жаңа қазір кейбір сұрақтар тұрып жатыр да, бұл Уран қайдан шықты, бұл не деген
жаңағы ешқашан естімегенбіз деп. Егер біздің ұранның қазір тарихына қарайтын болсаңыз, бір жылда әжептәуір істеген жұмыстарымыз бар, ауыз толтырып. Біз онда саясатқа араласқан жоқпыз. Біздің неміз жаңағы әлеуметтік жағдай, жаңағы айтқан әйелдердің жағдайы, балалардың жағдайы, қарттардың жағдайы, өзіміздің қолымыздан келетін істі істедік те. Уран республикалық қоғамдық бірлестік туралы естіп, осы жерге келдім. Өйткені осындағы азаматтардың ой-өрісімен менің ойым құсайды екен деп. Одан бөлек мен енді өзім біраз осындай қызмет жасадық мемлекетке, Құдайға шүкір. Одан кейін өзім шыққан жерімде сондай көп балалы жанұя, әбден осы мемлекеттегі қызметте егжей-тегжей көрген екен. Мен де мына салам барлық салалармен бірге тікелей қарым-қатынаста. Сол қарым-қатынас көрген кезде көп мәселенің заң жүзінде бар екенін, іс жүзінде жоқ екенін көріп, мен осындай халыққа қарай қызмет жасайын. Халыққа қарай, мемлекетке қарай керек болатын болайын. Айтады ғой, полезным быть дейді. Халыққа қызмет жасап, осы халықтың әл-ауқатының артуына, мұң-мұқтажының шешілуіне үлес қосайын деген сондай ниетпен келдім осы республикалық осы бірлестікке, қоғамдық бірлестікке. С чего вообще мониторинг пошел? Почему мы поехали сюда? Да? Я уверен, что этот вопрос больше всех интересует. Но все началось с нашей платформы Пробона. И в рамках оказания бесплатной юридической помощи по различным вопросам основная кипа этих вопросов, она была социального характера. И мы не понимали, ну как государство должно этими вопросами заниматься, почему люди простые обращаются, больше половины. И исходя из этого мы поняли, что имеет место быть эта проблема. Есть проблемы социального характера, которые местные исполнительные органы не решают долгие годы. И пора нам, общественному объединению, подключиться, потому что одно из наших направлений – это служение народу. Как офицеры давали присягу защищать народ. И сейчас мы, как общественники, находимся тоже с народом. Спасибо. Спасибо, дай Бог здоровья вам, чтобы наши проблемы решались. Бүгін мемлекетте жалпы 29 жылда жасаған жұмыстар аз емес. Бірақ дегенмен пандемия кезде біз көрдік. Пандемия бүкіл әлемді, біздің мемлекетімізді оның ішінде тізе бүктірген сияқты болды. Біз сол кезде көргеніміз көптеген кемшіліктер бар. Ол кемшіліктер қайдан? Ол кемшіліктер бүгінгі бізде бар заңдардан. Көбінесе енді заңдар бар, бірақ ол заңдар жұмыс жасамайды. Прибыли в Северный Казахстан, и то, что действительно мы увидели, это повергло в реальный шок. Батареи холодные. Нет, вы брать через день. Как? Ну как через день? Вам что, сегодня не пить? Конечно. Или снег есть? Да, а мы так и жили. Бұдан кейін Атырауға бардық. Экологиялық қауіпсіздік толығымен бұзылып, біздің халқымыздың денсаулығына нұқсан келтіріп жатыр. Оны көріп, өрде үйді көріп, өрде халықтың тұрмысын көріп, әрине ішің ашынады. Были на днях в Хибаре, я по-другому ее не назову. Это металлический какой-то вагон, обшитый там, поделенный на маленькие комнатки по 10-12 квадратов, в которых живут семьи. Мынадан үй бола ма деп, әкімнің жер бөлімінің бастығы көрді да үй болады деді. Себебі дама бойларың бар, атыңда үй ала алмайсыңдар деді. Енді қазір ана қазақта сөз бар, абырой қасықтап жиналады, шелектеп төгіледі дейді. Сол абыройымыз төгіп алмау үшін жүрген адамыз. Біз жаңа абырой жинайық деп жатқан жоқпыз. Сондықтан жаңағы тұрғындардың қуаныштары, солардың рахметі үшін негізі қызмет істеуге дайынбыз.